Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Машамын. Қыс та келді. Балалар, менімен бірге қысқы орманға саяхатқа шығайық. Ой, бұл қай жануардың іздері? Бұл аю. Сәлем, Маша. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Аю, біз орманға бара жатырмыз. Ой, бұл ненің іздері? Маша, в лесу нельзя шуметь. Бұл қоянның іздері. Маша, бұл теннің іздері. Бұл қасқырдың іздері. Білемін, бұл жерде түлкі жүрді. Аю, ал жануарлар қайда? Тығылды ма бәрі? Маша, все животные зимой прячутся в своих домиках. А ты знаешь, где чей домик? Балалар, өтінемін, маған көмектесеңдерші. Аю апанда тұрады. Қасқыр түлкі інде тұрады. Тиен ағаш қуысында тұрады. Ой, Аю, қара, ақ қоян. Ал неліктен ол ақ түсті? Ой, потому что зайцы зимой меняют свою шубку, чтобы прятаться от хищников. Аю, жануарлар қыста қалай қоректенеді? Многие животные делают запасы осенью. Белочка собирает шишки желуди. Ал қоян қыста не жейді? Зайцы грызут ветки и кору деревьев. Қасқыр мен түлкі не жейді? А хищные животные ловят мышей, зайцев и птиц. Аю, ал сен қыста не жейсің? А я зимой не ем. Я впадаю в спячку. Онда сен ұйықтайсың ба? Да, вот только попрощаюсь с ребятами. Сау болыңдар, балалар. Қандай керемет саяхат болды, балалар. Рахмет сендерге, сау болыңдар.